жаңағы құдайды жек көретіндер, шайтанның жолдасы болғандар ғана ұстаздар мен білімді адамдарды ұнатпайды. Ал сауаты бар, көзі ашық адамдардың барлығы білімді адамдарды, ұстаздарды жақсы көреді. Өзі өмірде ұстазсыз өмір сүру қиын. Себебі көп адамдар жағы анық-қанығын білмей жатып, халал харамын ажыратпай жатып, не бір нәрселерге ұрынып жатады. Адамдардың барлығы кітап оқуға, адамдардың барлығы кітап жазуға, адамдардың барлығы көз майын тауысып, ізденуге уақыт жоқ. Бала шағасын бағамыз деп, отбасын асыраймыз деп, таңнан кешке дейін жұмыс істеп, кешке шаршап кеп, құлап, таңертең қайтадан жұмысына кетіп жатады. Сондай замандарда, сондай уақыттарда бір керек болған дүниесін ұстаздарынан сұрай қойса, телефон шалып па, барып па сұрай қойса, көз майын тауысып отырмайды, бірден жауабын айта қояды. Міне былай істейді, немесе мынаны істесе былай болады, анау дұрыс, мынау дұрыс емес деген дүниелерді. Міне енді сондай ұстаздарымыз біздің мына қазіргі уақытта көп кісілер білімді алады, білімді алуға күш-жігерін жұмсап, қаншама уақыттарын сарп етеді. Сөйтіп енді келіп, үйленіп бала шағалы болған кезде сол білімін таратамын деп жүріп, алған білімін таратамын деп жүріп, отбасына кішкене қиыншылықтар келіп қалуы мүмкін. Бала шағасының киімі бар, тамағы бар, жүріс-тұрысы бар деген сияқты. Міне осындай кездерде біздің көп иманды азаматтарымыз, еліміздегі өсіп келе жатқан жастар дұрыс бағытта өмір сүру үшін міндетті түрде әр ауылда ұстаздар болу керек, білімді адамдар болу керек деген сияқты жақсы оймен сол ұстаздардың жағдайын қарасуға, солардың жаңағы бала шағасы ешкімнен кем болмай тамағына, киіміне жетіп тұрса деп қарасып жатады. Зекетін беріп жатады, біреулер садақасын беріп жатады. Алла разы болсын. Бірақ енді елдің бәрі емес, елдің барлығы емес. Оны түсінген адамдар ғана, ұстаздың жағдайын, жайын түсінген ғана беріп отырады. Сосын бір кісілер болады. Ұстаздың жаңағы имамдардың, немесе білімді кісілердің, ұстаздардың сондай бір керекті болып тұрған дүниесін әперуге өздері ат салып жататын себебі сол кісінің жүріп тұрған, сол кісі әперген нәрсесі, мысалы көлігі ма, киімі ма, жоқ басқа да жол қаражаты ма деген сияқты дүниесіне себепкер болды ғой. Енді сол ұстаз немесе сол кісі соның әперген нәрсесі арқылы бір жақсы жерге барып, сол жақсылыққа жарататын болса, мысалы, жаратылатын болса, сол ұстаздың бір жерде айтып отқан сөз арқылы біреу семьясын дұрыстап алса, біреу Құранға түсіп кетсе, біреу намазға түсіп кетсе, біреу ана көршіні ұрысып қалған татуласып қалса, біреу ағайынмен араласпайды, ағайынның арасын дұрыстауына себепкер болып қалатын болса, соған жаңағы себепкер болған имамның немесе ұстаздың немесе жаңағы білімді кісінің жүріп тұруына себепкер болған азаматтар да дәл осы сауаптан иеленеді. Олар да иеленеді. Сауапты беретін Алла тағала, ол имамдар емес, ұстаздар емес, беретін басқалар емес ол. Ана бір кезде бір қиыншылық кезең болып еді ғой бір. Қай жылдар екен қазір ұмытып тұрмын, осыдан бір 7-8 жыл бұрын ба, кризис деп жатты ғой жаңағы. Міне сол кезде көп мемлекеттің саласындағы көп жерде қысқартулар болды. Бірақ салада қысқарту болған жоқ. Білім саласында, Қазақстан мемлекетінде білім саласында ешкімді қысқартқан жоқ. Айлығында қысқартқан жоқ, адамда қысқартқан жоқ. Басқа саланың бәрінде қысқартулар болды. Айлығынан да адамда қысқартулар болып жатты. Өйткені білім ол бірінші орында тұратын нәрсе. Ал Құрандағы бірінші түскен аятта білім, оқу жөнінде түскен болатын. Сол үшін білімді азаматтар көп болуына, медреселер салуға, мектептердің дұрыс жұмыс істеп тұруына, білімді жақсы көретін шәкірттерді қолдау, білімді ұстаздарды қолдау деген нәрсе ең алғашқы тұратын дүниелердің бірінен, шындап білген кезде. Сондықтан ондай іске үлес қосқандар ұтылмайды. Қаншама ол ұстаздардың алып жатқан сауапты амалдарын ол кісілерде себепкер болып отырады. Сол сауаптан үлесі болады иншалла. Алла разы болсын, қолдап қуаттап жүргендерге. Ондай бірақ адамдар, ондай кісілер көп болмайды, ондай көп болмайды. Оны ұстаздың жағдайын түсіну деген сияқты ондай көп адамдарда бұйырмаған ол нәрсе. Құдай тағалам өзі бір жақсы көрген, ерекше жақсы көрген кісілерде ғана болады ол нәрсе. Алла разы болсын. Бірақ сонда да біздің ұстаздарымызға айтарымыз, имамдарымызға айтарымыз, біреу қолдаса да, қуаттаса да қарамастан Алланың разы үшін қызмет ете беру керек. Жәрдемді адамдардан емес, Алладан сұрауды үйренуіміз керек біз.
Өйткені Алла Тағаладан ғана сұрайтын болсақ, Құдай Тағалам өзі жақсы көрген бір пенделердің жүрегіне салып, олардың өзінің есігінің алдына әкелдіріп қояды керек болатмыз. Олардың есігінің алдына бармай-ақ, еш нәрсе сұрамай-ақ. Міне Құдай Тағалам сонда осы ұстаздың дұғасы қабыл, және оның шәкірттері көп. Құдай Тағала одан кейін ондай көп, осындай ұстаздардан көп шәкірттер шығатын болса, елдің діннің қызметін жасайтын, тек қана мынау діни жағынан ғана емес, басқа жағынан да көп қызмет жасайтын шәкірттердің көп шығуына міндетті түрде себеп болады деп ойлаймын.